Мысық иттен жүкті бола ала ма? Жануарлар әлемінде будандастырудың көптеген мысалдары бар. Әртүрлі түрдегі екі жануардың ұрпақтары, олардың арасында ит-мысық будандары жоқ. Иттер мен мысықтар бір-бірімен араласып, ұрпақ бере алмайды, өйткені олар генетикалық тұрғыдан әртүрлі. Бұл мақалада біз мысықтардың иттерден неге жүкті бола алмайтынын түсіндіреміз, және сізді кейбір қызықты гибридті жануарлармен таныстырамыз. Генетикалық түсініктеме: мысық иттен жүкті бола ала ма? Иттер мен мысықтардың бірге ұрпақ туа алмауының бірінші себебі хромосомалық алшақтық тым үлкен. Хромосомалар бұл дыңғысы бар және жасуша ядросында болатын иілген құрылымдар. Олар ата-аналар ұрпақтарына беретін генетикалық кодты алып жүреді, және бұл жануардың тұқым қуалайтын физикалық қасиеттерін анықтайды. Иттерде 39 жұп хромосома болса, мысықтарда тек 19 жұп болады. Әртүрлі түрлердің бір-бірімен араласып, будандар тудыруы мүмкін болғанымен, мұндай түрлер генетикалық тұрғыдан өте тығыз байланысты. Бұл мысықтар мен иттер үшін жай ғана емес. Дыңқ тым әртүрлі және хромосома санындағы қашықтық бұл мүмкін болу үшін тым үлкен. Мысал келтіретін болсақ, қасқырларды және иттерді кесіп өту арқылы жасалған гибрид генетикалық жағынан бір-біріне ұқсас түрлер. Анатомиялық және репродуктивті айырмашылықтар: мысық иттен жүкті бола ала ма? Генетикадан басқа, иттер мысықтарды жүкті ете алмайды және керісінше, өйткені олардың репродуктивті анатомиясы мүлдем басқаша. Еркек мысықтың тікенді жыныс мүшесі бар, және бұл омыртқалардың қызметі ұрғашы мысықтың аналық безін жұмыртқаны шығаруға ынталандыру болып табылады деп саналады. Иттерде керісінше бұл қасиет жоқ, сондықтан анатомиялық жағдайлар ұрықтандыруға қолайлы емес. Мысықтардан айырмашылығы: иттерде ұрықтандыруға көмектесу үшін жұптаған ұрғашы итте жабысып тұратын булбус безі бар. Мысықтарда оның болмауы бұл тұқым қуалаудың азды-көпті мүмкін болмайтын тағы бір себебі. Бір-бірінен анатомиялық және генетикалық тұрғыдан ерекшеленумен қатар, иттер мен мысықтар әртүрлі репродуктивті мінез-құлық көрсетеді. Иттер бір-бірінің жұптасу сигналдарына жауап бергенімен, олар мысық берген жұптау сигналдарына жауап бермейді және керісінше. Гибридті түрлердің мысалдары: мысықтар мен иттер бір-бірімен жұптала алмаса да, көптеген туысқан түрлер жұптасуы мүмкін және нәтижелер қызықты. Өкінішке орай, барлық құбылыстар табиғи емес,